өкпенің созылмалы обструктивті ауруы немесе хоба, жалпы айтқанда созылмалы бронхит, немесе шылым шегушінің жөтелі деп те аталады. Үндістанда және айналасында өлімнің үшінші негізгі себебі болып табылады. Үндістанда хобамен ауыратын 25 миллионнан астам адам бар. Хобаның негізгі себебі шылым шегу, сондай-ақ қоршаған орта немесе кәсіби түтінге шамадан тыс әсер ету болып табылады. Ауылдық жерлерде, әсіресе әйелдер арасында биомасса отынына әсер ету, яғни туланы пайдаланып тамақ пісіру, ауылдық әйелдер арасында хобаның негізгі себептерінің бірі болып табылады. Хобаның белгілері жөтел және қасырық, тұрақты жөтел және ұзаққа созылған қасырық, демікпе, ысқырық, дем алғанда кеудеде ысқырық дыбысы және кеуденің қысылуы немесе ауырлығы. Кейде уақыт өте келе оларда салмақ жоғалтуда дамуы мүмкін. Хобаның алдын алудың ең жақсы жолы темекі шекпеу. Немесе егер біреу темекі шегетін болса, мүмкіндігінше ертерек темекіні тастау. Шамадан тыс түтін немесе кез келген түрдегі қоршаған орта ластануы бар. Ортадан аулақ болу. Емдеу ингаляциялық дәрі-дәрмектер түрінде жүргізіледі. Бұл науқасты емдеудің ең жақсы жолы, себебі ол тікелей өкпеге барады. Ал ингаляторлар, ингаляциялық бронходилататор дәрі-дәрмектер деп аталады. Хобаның ауырлығына байланысты кейбір ауызша дәрі-дәрмектерден бөлек. Сондықтан хоба алдын алуға болатын немесе емделетін ауру деп те аталады. Себебі оның себепші агенті түтін. Сондықтан егер біреу темекі шегуді тоқтатса немесе темекі шегуден толықтай аулақ болса, бұл аурудың алдын алудың ең жақсы жолы. Одан бөлек, егер сіз ластанған қалада тұрсаңыз, ингаляцияланған бөлшектерден аулақ болу үшін маска қолдану арқылы тиісті жерде болу идеал болар еді. Одан бөлек, салауатты өмір салты, тұрақты йога, пранаяма, терең тыныс алу жаттығулары және темекі шекпеу өкпе денсаулығын жақсартуға көмектеседі.